Ассалаумағалейкум. Әлемнің әрбір мемлекеттерінде, қалаларында, елді мекендерінде аңызға айналған үрейлі орындар бар. Ол үй, орман, шөл, сай, үңгір, арал немесе білдей бір қала болуы да мүмкін. Ондай қолайсыз мекендердің қазақ даласында да бары анық. Әдетте адам баласы ондай аймақтардан жын-шайтан жайлаған жер деп айналып өткенді жөн көреді. Әйткенмен тарихы қызық мұндай орындарға саяхатшылар арнайы келіп тамашалайтын көрінеді. Олар жұрт айтып жүрген әңгімелердің рас өтірігіне көз жеткізу үшін де ат терлетіп алыстан келеді. Ендеше таныса отырыңыз. Американың Калифорния штатында Винчестерлер үйі аталып кеткен шаруа қожалығы бар. Бұл қожалықтағы бір ғана үйдің өзінде 160 бөлме, 40 басқыш бар. Ал үлкендігінде шек жоқ. Ішіне кірген адам бөлмелердің көптігінен адасып, шығар есікті таппай қиналуы да мүмкін екен. Бір адамға осыншама үлкен үй не үшін керек болды дейсіз ғой? Баяғы бір замандарда бұл үйде Сара Винчестер тұрған. Оның күйеуі Уильям аяқ асты өліп, әйелі жесір қалады. Күндердің бір күні Сараның түсіне күйеуі кіріп, бүкіл әулеттің қарғысқа ұшырағанын айтады. Жігіттің әкесі Оливер Винчестер атақты қару шығаратын зауыттың негізін қалаған екен. Міне сол қарулардан өлген адамдардың қарғысы әулет адамдарының ұзақ өмір сүруіне кедергі келтіреді екен. Сондай-ақ олардың елестері де маза бермеген көрінеді. Бұл сұмдықтың алдын алу үшін әйел елестерді адастырмақ болып, бөлмелері көп үй салмақ болады. Содан аталмыш үйді сатып алып, 6 ай жаз, 6 ай қыста да тоқтамастан бөлмеге бөлме қосып, ғимаратты үлкейте береді. Қарғыстан құтылғысы келген әйелге балгерлер балғаның даусы тоқтаған сәтте өмірден озатынын да жеткізеді. Жаны ұшқан Сара нәтижесінде бұл сарайды 38 жыл бойы еш үзіліссіз соға беріпті. Бүгінгі таңда бұл үлкен қожалық саяхатшылардың көп келетін орнына айналған. Үйге ешбір жан жол серіксіз кіре алмайды. Себебі бұл үйде оңай адасып кетуге болады. Сондай-ақ жүйкесі жұқа адамдар алдын ала ескертіліп те жататын көрінеді. Себебі адасқан жолаушыны үйдің кез келген бұрышында елес аңдып тұруы мүмкін. Қансорғыш Дракула жайлы білмейтін адам жоқ шығар. Міне сол Дракула жайлы аңыздың отаны Румыния. Онда тау басында Бран сарайы бар. Құзаршыңның ұшында орналасқан бұл ғимарат алыстан сұсты көрінеді. Бұл сарай жайлы аңыз Брем Стокердің Дракула атты еңбегінен соң жұртқа тез тарады. Кітапта айтылғандарға және ел аузындағы аңыздарға сенсек, 56 бөлмесі бар бұл қорқынышты мекенде сұлуларды ұрлайтын қансорғыш тұрған. Ал тарихқа жүгінер болсақ, мұнда кезінде қаталдығымен танылған қанішер Влад IV тұрыпты. Шотландиядағы Овертаун көпірі адамдар үшін қауіпті болмаса да, басқа тіршілік иесі үшін қолайсыз орын екен. Сондай үлкен емес бұл көпір иттерге ұнамайтын көрінеді. Неге екені белгісіз, бұл көпірден 4 аяқты досымыз оңай өте алмайды. Кез келген ит бұл көпірден себепсіз секіріп кете береді екен. Жүздеген иттің жанын қиған бұл жердің құпиясы әлі де ашылған жоқ. Мамандар әзірге құр болжамғаны айта алады. Тылсым күшке сенетіндердің пікірінше, дәл осы көпірдің үстінде о дүние мен бұ дүниені жалғайтын қақпа бар. Оны 2 аяқты адам көрмегенімен, аса сезгіш ит жақсы көре алса керек. 2 дүниенің арасын айыра алмаған ол нәтижесінде осындай қадамдарға барады. Жұмбағы ашылмаған бұл көпірден адамдар да қорықпай өте алмайтын шығар. Атағы шыққан бұл орын үрейлі мекендер қатарында тұр. Ал Жапонияның Аокигахара орманы адам баласы үшін аса қауіпті. Ит тұмсығы өтпейтін бұл орман жұртқа жаман атымен танылды. Күн сәулесі түспейтін, компас тілі де орынсыз айналып беретін бұл аймақтың да ашылмаған құпиясы көп. Бұл орманда талай адам өз өмірімен қоштасқан екен. 1950 жылдардан бері мұнда 500-ден астам адам өзіне қол жұмсап қайтыс болған деген дерек бар. Осындай сұмдық оқиғалар орын алатын аймақ биліктің жіті қадағалауында. Соған қарамастан, аймақтағы келеңсіздіктердің алдын алу мүмкін болмай тұр. ақш-тың Луизиана штатында Манчак батпағы бар. Бұл жерді де сол маңның тұрғындары елестер мекені атап кеткен. Аңыздарға сенсек, бұл батпақта Ругару құбыжығы мекен етеді. Ал елестер жайлы әңгіме 1915 жылдан бастап тарай бастады. Дәл сол жылы қатты дауыл тұрып, салдарынан 3 ауыл су астына кеткен. Содан бері бұл аймақтың тынышы бұзылыптымыз. Дәл осындай үрейлі мекен
Италияда да бар көрінеді. Құрлықтан шалғайда орналасқан Павеглия аралы елесті мекен саналады. Аталмыш аралға 14 ғасырда оба ауруына шалдыққандарды әкеліп тастайтын болған. Бұл жаққа кеткен адам оралмайтындықтан да аралдың жаманаты шыққан. Талай адам ажал құшқан бұл аралға кейіннен психиатриялық емхана салыныпты. Бұл емханаға түскен жарымжан жандар көздеріне түрлі нәрсе елестейтінін айтып, одан бетер шошитын болған. Бүгінде бұл жер адам аяғы баспайтын мекенге айналған. Адамдардың кіруіне рұқсат жоқ. Яғни қызық қуған саяхатшылар өздерін арал жайлы аңыздармен ғана жұбатары анық. Дәл осындай үрейлі арал Мексиканың маңында бар. Қуыршақтар аралының көлемі сондай үлкен емес, тіпті тұрғыны да көп емес болса керек. Десе де, бұл аралда ұсқынсыз қуыршақтар көп. Ағаштар мен жартастарда ілініп тұрған есепсіз ойыншықтар адам үрейін алары сөзсіз. Аралды мұндай сұрықсыз кейіпке енгізген Джулиан Баррера атты тұрғын екен. Ол кезінде суға кеткен кішкентай қыздың құрметіне аралды қуыршақтарға толтырған. Олардың арасында аяқ-қолы бүтіндері мүлде жоқ деуге болады. Мұндай қорқынышты көріністі тамашалауға ешкім құштар емес дерсіз. Алайда бұл аралға осы сұмдықты тамашалау үшін арнайы баратын саяхатшылар көбеймесе азаймапты. Адам баласының арман қаласына айналған Парижден де үрейге толы орындарды табуға болады. Қала астындағы қараңғы катакомбалардың жалпы көлемі 187 шақырымды құрайды екен. Ер-қиыр жерасты жолдарының белгілі бір бөлігі ғана саяхатшылардың тамашалауына ашық тұр. Ал қалған қараңғы дәліздерді аралауға рұқсат жоқ. Кері жол табу қиын. Шотландияның ең ірі қалаларының бірі Эдинбургте де Мэри Кинг деп аталатын жерасты тұйық көшесі бар. Бұл көшенің жоғарғы бөлігі орта жолдан қиылып, үлкен қабырғамен тұйықталған. Ерте замандарда жап-жақсы жол торабы саналған көшені оба ауруының алдын алу үшін ортасынан бөліп тастаған екен. Яғни қаланың бұл бөлігіне айықпас аурудан көз аша алмағандар да әкеп тастайтын болыпты. Сол ауыр кезеңде бұл жерге дертке шалдыққан кішкентай қызды да әкеп тастаптымыз. Қараңғы көшені шарлаған жұрт көбіне сол кішкентай қыздың елесін көреді екен. Бүгінде жер асты үңгіріне айналған шолақ көшені сол ескі жылдары азаптан ажал құшқан талай жанның елесі кезіп жүрген болуы керек. Аты шыққан жерге аңыз құмар саяхатшылар көп келетін көрінеді. Байқасаңыз, аты аталған мекендердің барлығына саяхатшылар барады. Демек, бұндай аты шулы мекендер жайлы аңыз жарнама үшін ойдан құралған болуы мүмкін. Десе де кейбіреулері расымен де аңызға бергісіз. Иә, мүмкін осы айтылғандардың арасында ақиқатқа негізделгендері де бар шығар. Егер әңгіме ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.